Адамның адамгершілігі жақсы ұстаздан демекші. Ұстаздық жолында адамгершілік қасиетті бірінші орынға қоятын тәжірибелі ұлы ұстазымыздың бірі Лолита Талапқызы. Ұлықтаймыз. Қайырлы күн, Лолита Талапқызы, студиямызға қош келдіңіз. Жалпы Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев атындағы мектептің ашылғанына биыл тура 20 жыл толып отыр. Сізді мерейтойыңызбен құттықтаймыз. Біз осы мектептен 20 жыл қызмет атқарған ардақты ұстаз ретінде танылғансыз. Енді жалпы бір сәт өткен шаққа үңілсек, жас кезіңіз еңбекте енді ғана бастаған шағыңыз есіңізде шығар. Сол жайында айтып берсеңіз. Ерекен рахмет. Енді биыл мектебімізге 20 жыл, барлық өзімнің ұжымымды осы үлкен мерейтоймен құттықтаймын. Біздің мектебіміздің жетістіктері өте көп. Қуанамын. Осы мектепті 2000 жылы ашылған кезде осы мектепке алғашқы ұстаздардың болып келгенмін. Енді жас кезімді еске алсам, бірінші мұғалім болып келген 1986 жылы Орал педагогикалық институтын бітіріп, өзімнің туған тұрып жатқан ауданымның орта мектебіне барып жұмысқа кірдім. Енді ол кездерде облыстан жас мамандар ретінде педотряд жіберетін, сол педотрядтың бір мүшесі ретінде өзімнің оқыған мектебіме барып жұмыс жасадым. Енді ол кезде сағатым өте көп болған жоқ, 9 сағатпен бастадым. Қосымша аға вожатыйдың жұмысын берді, қосымша лаборант болып жасадым. Солай жұмыс жасап бастадым. Класс берді, 6 класс. Енді жас болғасын міндетті түрде қызығы да болады, қиындығы да болады. Қызығы деген енді ол жас, жанып тұрған, жасымыз 21-де, ал қиындығы енді бұл жерде тек сабақ берген кезде, енді оқушыларды жас мұғалімдерді біледі ғой, көп тыңдамай қалады. Сол кездерде аздап қиналғанымыз болды. Енді бірақ жұмысым өзіме ұнады, оқушыларымды жақсы көрем. Сол кездегі классым 1977 жылғы жаңа оқушылар қазір 40-тан асып кетті олар. Әлі күнге дейін араласып тұрамыз. Лолита Талапқызы, енді жалпы жаңағы өзіңіздің еңбек жолыңызды айтып кеттіңіз. Жалпы сіздің естуім бойынша мектепті орысша бітірген екенсіз. Жоғары оқу орнын орысша бітіргенсіз. Бірақ 20 жыл бойы қазақша білім беру екеуі ұйқаспайды. Сол қалай болды? Қиындық тудырды ма жалпы? Мектепті орысша бітірдім. Жоғары оқу орнын 4 жыл орысша бітірдім. Одан кейін 4 жыл орыс мектебінде жұмыс жасадым. Негізгі барлығы грамматика, барлығы орысша. 2000 жыл осы қазақ мектебіне келгенде, енді өзі білдім қазақ мектебі екенін. Бірақ сол мүмкін өзімнің жұмысымды жақсы көргендіктен, балаларды жақсы көргендіктен алып кеткен болармын деп ойлаймын. Бірінші жылы қиындық болды. Өте себебі сабақты түсіндіру үшін, бірінші жылда менде сағат көп болған жоқ. Ол 9 сағат болды. 9 сағат болған кішкентай 5-6 класстар, 7 класстар, соның өзінде де сабақ түсіндіру үшін бірінші мен орысша кітап оқимын, оқулығын оқимын, содан кейін қазақшасын оқимын. Сосын қайтадан орысшасын бірінші түсініп алам, сосын қазақшасын оқып барып, қайтадан түсініп, содан кейін өз-өзіме түсіндірем соның барлығын. Енді онда қосымша энциклопедиялар, қосымша материалдармен сонымен алып кеттім деп ойлаймын. Енді ол кездегі оқушылар да қарапайым, компьютерінде көп жоқ, телефон жоқ. Қазақша білім беру үшін орысша кітапты оқып алып, оны кейін қазақша оқып қайтадан түсіндіресіз. Қайтадан өз-өзіме түсіндірем. Мынандай жағдай болды. Қазақша түсіндіріп жатырып, ұмытып қалам. Ары қарата орысша келіп тұрады. Енді ана сөзді қазақша айта алмаймын.
сол жерде тұрып қаламын. А енді содан кейін жылдар өте келе сондай жағдай болғанда, қазір енді соңғы жылдары сол ситуациядан қалай шықтыңыз жалпы? Сол келіп қалып, қазақшаңыз қалады, сол жерде тұрып қаламын. Сосын ары қарай басқа сөз бастап кетемін ғой. Содан кейін уже мына тәжірибе жинақтағаннан кейін қазіргі таңда кейбір кездері солай болып қалса, орысша сөзді басып жібересің де, ары қарата түсіндіріп кете бересің. Енді қаланың мектебі бір жағынан оңайдаулар, барлығы енді почти 70-80% орысша сөйлейді. Орысшаны жақсы біледі, түсінеді ғой. Даже қазір мен ойлаймын, өзім орысша білгенде жақсы болар, себебі олар орысша сұрайды. Мысалы, мұхиттың орысшасы, немесе тағы бірдеңе орысшасы сұрағанда, мен жеңіл жауап беремін, сразу себебі біліп тұрамын. Егер уже мен жауап бермесем, оқушы түсінбей қалады. Сондықтан екі тілді білген өзіме жеңілді, оңайды. Өзінің бір септігінде тигізген жерлер болды, пайдасын бір жаңағыдай қиындық тудырған сәттерде болды. Бірақ сол жерден шықтым сәттен дейсіз. Қиындықтардың бәрін жеңіп шығып, қазіргі таңда енді таза қазақша жаңа түсіндіре аламын. Егер орысша сұраса, таза орысшада түсіндіріп бере аламын. Сұхбат енді ғана қызып келе жатқан секілді. Енді мына жалпы адамның есімі қалай атайсың, өмір солай болады деп жатады. Сіздің есіміңіз Совет үкіметінде дүниеге келген адам ретінде Валиев деп қойған екен. Ол кезде қазақ атаулар қояды. Күләш, Зарика деген секілді. Неге Валиев деп қойған? Кім қойған атыңызды? Менің атымды, есімімді әкем қойған. Әкем сосын мамамның сіңлісі екеуі бірігіп осындай жаңа есім берген. Себебі ол кезде қазақтың аты емес, орыстың аты емес, шетелдің жаңағы аты. Аргентина елінде осындай бір танымал керемет жаңа актриса, әнші болған екен. Лолита Торрес деген. Сол кісінің жаңа есімін берген. Көп жылдардан кейін, сол ауылда тұрғанда мен институт бітіріп келдім. Сол кезде де папам шақырып алып, қызым Бергеш телевизордан Лолита Торресті көрсетіп жатыр деп, сол кезде жаңа көрсетті. Енді есім өзіме ұнайды. Өкінбеймін. Әдемі. Ондай есім бергені. Енді жолдасымның аты мысалы Роберт. Сонда біздер енді аздап әзір болсын. Үйленген жылы, 1989 жылы шақыру билетін өтсеміз ғой. Сосын енді анда Роберт Лолита деп жазып отыр. Шетелдің тойы болайын деп жатқан. Шетелдің тойы болайын деп жатқан сияқты. Сосын енді шақырылған қонақтарға апарып бергенде сол ауданның газетінің редакторына апарған ғой. Әкем сонда істейтін еді. Сосын ана кісі бүйтіп қарап отырып, жаңа қарайды, Роберт Лолита түсінбейді, кім оны тойға кім шақырып тұрған. Қазіргі кездерде әке-шешесінің аттары жазылады, ата-аналар, той иелері деп. Ол кезде жоқ просто Роберт Лолита. Соныменен біздер ауданның газетіне шыққанбыз. Осындай жаңа қазақтар шетелдің есімдерін қойып, кімнің тойына баратынын білмеймін деп сөйтіп жазып газетке шыққанбыз. Керемет. Лайық Талапқызы, есіміңіз туралы естідік. Жалпы осы кезге шейін атқарған жұмыстарыңызды естідік. Жұмыстарыңызды саралап қарап отырсақ, көп жылдарыңыз сынып жетекшілікке арнаумен кеткен екен. Сыныптың жетекшісі болған екенсіз. Бір сөзіңізде айтқаныңыз бар, сынып жетекшісі болмаған мұғалім емес деп. Не себеп солай айттыңыз? Енді бұл айтылған сөз ол тек қана өзім ойым. Өзімнің ішінен шыққан, жаңа туынды деп айтуға болады. 25 жыл сынып жетекшісі болып жұмыс жасап келдім. Бұл жерде енді бұл сөзді айтуым, мектепке келгенде сабақ беруге келесің енді, бірақ сыныбым болмаса, біртүрлі жетімсірек сабақты беріп, ары қарата үйге бара бересің. Маған олай ұнамайды, сондықтан енді мектепке келгенде мен білемін, мені күтіп жүрген жаңағы өзім оқушыларым бар, өзімнің енді
почти туған балаларым сияқты. Үйдегі балаларымды қалай көрем, мында мектептегі өзімнің сынып оқушыларымды дәл солай көрдім. Ешқашан да бөлмеймін, қазір де солай. Сондықтан оларды жақын тартам. Өзімді мен мұғаліммін деп көтермеймін. Оқушының деңгейіне өзімді түсіріп, мені дос ретінде, сыйлас ретінде мені солармен сөйлесем. Бірақ енді сабақ бергенде міндетті түрде енді өзімді саралап қарасам, 50% менде мейірімділік, доброта, 50% қаталдық бар. Сондықтан 50% қаталдықты сабаққа, 50% добротаны қалған сабақтан тыс барлық шараларға түгел соған берем. Еркелетсем де, жылы сөздерді айтам, шутить етеміз. Олардың үйлеріне де барамыз, енді қонақ ретінде. Барлық өзім үйіме де шақырам. Ата-аналарымен де дос ретінде уже бір класты 7 жыл бойы алып келатсаң, енді сен өзің балаң болмай қалай кетеді. Міндетті түрде өзің балаң сияқты болып кетеді. Ата-аналарды дәл солай. Көп ата-аналармен, олар 20 жыл, 25 жыл бітіріп кетсе де, олардың барлық ата-аналарын жақсы танимын, араласам. Қазір таңда енді 4 сыныбым болды. Біреу енді ауылда, 3 осы мектептің түлектері. Бірінші сыныбым 2006 жылы шықты. Осы мектепті табалдырығын аттаған бірінші 6 классқа келіп, 2006-да шығардым. Одан кейін екінші классымды 2012 жылы шығардым. Одан кейінгі классым 2019 жылы. Мектеп түлектері. Барлық оқушыларды бірдей көрем, ешкімді бөлмеймін, барлығымды жақсы көрем. Енді өзімде сезем, себебі енді оқушылар мені жақсы көреді. Мен де солай отдача берем. Сіздің осылай осы кезге шейін жап-жас болып, әлі күнге шейін сақталып жүруіңіз себеп сол оқушылардың деңгейінде дос болып, құрбы болып жүргеніңіздің бір септігі болады. Мектепке келгенде энергия аламын. Заряд аламын мектепке келгенде. Себебі қуанам. Балдарымды көргенде, даже қазір көшеде көріп қалғанда, машинада кетіп баратсың, былай кетіп баратсың. Даже менің классым болмаса да, жүгіріп келіп амандасудың өзі ол маған үлкен бір мәртебе ме, қалай сыйластық па, әлде айтқан рахметтері ме, мені солай сенемін. Ерекше классқа бөліне. Ерекше, өзім вообще бақыттымын деп есептеймін. Жанұяда балдарыммен, мектепте оқушыларыммен. Бақытты мұғалім, бақытты ана, әже ретінде. Көп балалы ана ретінде. Көп балалы ана ретінде деп айтуға болады, енді оқушыларым көп бол. Әрине. Лайықты алып енді сұхбатымызда соңына таяп келді. Сізге бір соңғы сұрақ болсын. Жалпы өмірлік ұстанымыңыз туралы айтып кетсеңіз. Өмірлік ұстаным енді адамдарға, айналама, барлығына жақсылық жасағанды, көмектескенді жақсы көріп тұрам. Барлығына, үлкеніне де, кішісіне де, танитын, танымайтын адамдарға да, егер де мен қолымнан келетін болса, сол жақсылықты жасауға тырысам. Қай жағынан болсын. Жақсы, рахмет. Құрметті көрермендер, бүгін бізде студияда болған Ұлықтаймыз шоуда мектебіміздің керемет аға тәлімгер ұстазы Лолита Талапқызы. Ұлықтаймызда келесі кездескенше.